Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Көптілеуова Гүлбану Маратқызы, биология пәнінің мұғалімі. 10-шы класс биология сабағы. Сабақтың тақырыбы жүректің өткізгіш жүйесі, электрокардиография, оның диагностикалық маңызы. Бүгінгі тақырыпта сіздің білетініңіз жүректің өткізгіш жүйесінің құрылысы мен қызметі, сіздің меңгеретініңіз электрокардиограмманы қолдана отырып, жүрек автоматиясы механизмін түсіну. Бүгінгі тақырыпта сіздер мынадай термин сөздермен таныс боласыздар. Жүрек автоматиясы, синоартериалдық түйін, түйін аралық өткізгіш шоғы, атриовентикулярлық түйін, гиш шоғы, Пуркине талшығы, электрокардиограмма. Оқушылар, адам организмінде ерекше орын алатын мүше, ол әрине жүрек екендігін сіздер білесіздер. Қан айналым жүйесінің негізгі орталығы болып табылатын жүректің маңыздылығы жөнінде келесі бейне көріністен көре аласыздар. Жүрек біздің барлық әрекетімізді қозғалысқа келтіретін мүше. Ұйықтағанда да, мүмкіндіктер шектеулі болғанда да, жүрегіміз тұрақты түрде соғып, біздің өмір сүруімізге жағдай жасайды. Үлкендігі жұдырықтай жүрек негізінен бұлшық етке жатады. Оның негізгі әрі жалғыз қызметі қан айдау. Жүректің микроскопиялық бұлшық ет жасушаларының жиырылуы арқылы қан жеткілікті қысыммен итеріліп, бүкіл денеге айдалады. Қол мен аяқ бұлшық еттермен салыстырғанда, жүрек өздігінен жұмыс істейді және ешқашан дамыл таппайды. Жүрек басқа бұлшық етке қарағанда көбірек жұмыс істейді. Жүректің екі бөлімі бар. Олардың әрқайсысы екі камерадан тұрады. Жүрекше және қарынша. Қан жүрекке жүрекше арқылы құйылып, қарынша арқылы шығады. Жүректің оң жақ бөлімінің қызметі бүкіл денедегі қанды өкпеге жеткізу, ал өкпеде газ алмасу процесі жүреді. Ал жүректің сол жақ бөлімі оттегіге қаныққан қанды сол жақ қарынша арқылы бүкіл ағзаға айдайды. Сол жақ бөлім көбірек жұмыс істегендіктен көбірек энергия шығарады. Сондықтан оң жақ бөлімге қарағанда оның қабырғалары қалың және көлемі үлкен болады. Қан жүректен айдалып, тасымал жүйесіне ұқсас қызмет атқаратын қан тамырлары жүйесіне құйылады. Қанды ағзаның әртүрлі мүшелеріне бағыттап, мұнда өмірлік маңызды оттегі мен нәрлі заттар тасымалдайды. Мидан бастап бұлшық етке дейінгі барлық мүшелерді қуаттандырады. Жүрек ұлпасының қатпарлары арқылы қан бір бағытқа қарай ағады. Олар жүрек клапандар деп аталады. Қақпа қызметін атқаратын екі жұп клапан бар. Олар тек бір бағытта ашылады және қанның артқа айдалуын болдырмайды. Осы клапандар жабылғанда жүректің соғуын білдіретін дыбыс шығады. Бейне көріністен көргендеріңіздей, жүрек жұмысы қанның үздіксіз қозғалысын қамтамасыз етеді. Және де жүрекшелер мен қарыншалардың жиырылуы мен босаңсуын қамтамасыз етеді. Жүрек қызметінің ерекшелігі оның автоматизмінде. Жүрек автоматиясы жүрек етінің сыртқа әсерсіз тек ағзаның өзінде туындайтын қозу толқындарының ықпалымен жұмыс істеу қабілеті. Жүректің өткізгіш жүйесі қозу пайда болып таралатын және екі түйіні бар арнайы интракардиалды түзіліс. Өткізгіш жүйе жасушалары басқа жүрек жасушаларынан саркоплазма санының көптігі, гликогенге бай болуымен ерекшеленеді. Түйіндері нерв клеткаларымен талшықтары тығыз байланысқан,
өткізгіш жасушаның қалың торынан құралады. Жүректің автоматиялық қызметі жүректің өткізгіш жүйесінің болуына байланысты. Жүректің өткізгіш жүйесі түйіннен, жүрекше қарыншаралық шоғырдан, оның сабақтары мен тармақтарынан тұрады. Бұл құрылымдарды атап айтсақ, синоатриалды түйін, атриовентикулярлы түйін, түйін аралық өткізгіш жолы, және де Кент шоғы, Гиш шоғы, Джеймс шоғы. Сонымен қатар, Гиш шоғының бұтақтары артқы бұтақ, алдыңғы бұтақ және де оң жақ бұтақты сіздер суреттен байқай аласыздар. Бұл құрылымдар жүректің өткізгіш жүйесін құрайды. Жүректің өткізгіш жүйесінің осы құрылымдарын келесі бейне көріністен көре аласыздар. Жүрек еті қозған сәтте пайда болатын электр құбылысын электрокардиография әдісі арқылы жазып алуға болады. Жүрек жұмысының үйлесімді болуы жүректің арнайы өткізгіштік жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. Жүрекке жиырылу қажеттігіне белгі беретін электр импульсы синатриалдық түйінде туындайды. Ол жүректің табиғи кардио ынталандырғышы. Қозу осы синатриалдық түйін арқылы түйін аралық өткізгіш жолына өтеді. Түйін аралық өткізгіш жолы арқылы жүрекше миокардына таралып, олардың жиырылуы басталады. Одан қозу атриовентикулярлық түйінге жетеді. Атриовентикулярлық түйіннен жүрекшеден қарыншаға тарайтын талшықтардың шоғырларына, яғни Гиш шоғырына өтіп, оң аяғы мен сол аяғына, одан әрмен бұтақтарына қозу импульстары тарайды. Егерде осы механизм бұзылса, немесе Гиш шоғыры істен шықса, жүректің асинхронды жиырылуы немесе аритмия басталады. Жүректің өткізгіш жүйесі жүректің мынадай маңызды физиологиялық ерекшеліктерін қамтамасыз етеді. Импульстердің ырғақты өндірілуін, яғни әрекет потенциалы, жүрекшелер мен қарыншалардың тізбекті жиырылуын, қарыншалар миокарды жиырылу үрдісіне синхронды қатысуын қамтамасыз етеді. Электрокардиография жүректе қозудың таралу динамикасын бағалауға және де электрокардиограмманың өзгеруі кезінде жүрек қызметінің бұзылуын жорамалдауға мүмкіндік беретін медицинада кең таралған әдіс болып табылады. Жүректің электрлік белсенділігі жазылынып алынған қисық сызық электрокардиограмма деп аталады. Электрокардиограмма жүрек ырғағы мен өткізгіштігін, тыныштық күйде жүрек бұлшықеттерінің қанмен қамтамасыз етілуін бағалайды. Электрокардиограмманың клиникалық маңыздылығы бұл тәсіл жүрек қан тамырлар жүйесін зерттеудегі қосымша тәсілдердің ішіндегі басты орын алады. Электрокардиограмма жүрек ырғақтылығының бұзылыстарын анықтауда, жүрек қан айналымының бұзылыстарын диагностикалауда үлкен көмек береді. Электрокардиограмманы электродтар арқылы тіркейді. Электродтар кеуде қуысына қойылып, арнайы аппаратқа қосылады. Шамамен 10 минуттай уақыт аралығында аяқ қол мен кеуде бетіндегі потенциалдардың тіркелімі жүргізіледі. Суреттен көріп отырғандарыңыздай, электродтардың стандарттық тіркемесі және де кеуделік тіркемелер көрсетілген. Дайын болған пленканы талдауға жібереді. Электрокардиограмманы талдау кезінде мынадай элементтерге басты назар аударылады. Сегмент, тіше, интервал. Электрокардиограмманы талдау кезінде тішелердің амплитудасы анықталады. Олардың өту уақыты секундпен өлшенеді. Сегмент дегеніміз көрші тішелер мен оған іргелес жатқан интервалдар арасындағы изопотенциалды сызықтың бөлігі. П тішесі жүрекшенің жиырылуын білдіреді. Бұл тішені жүрекшенің тішесі деп те атайды. Q тішесі бұл импульстардың
өткізгіш тіндердің бойымен қозғалуы. R тішесі қарыншалардың оң зарядты жиырылуы. S тішесі қарыншалардың теріс зарядты жиырылуы. Т тішесі қарыншалардың тыныштық жағдайына қайта келуі. Жүректің ырғақтылығы негізінен кезбе және симпатикалық жүйкелердің функционалдық күйіне байланысты. Соған сәйкес жүректің жиырылу жиілігі түрліше болады. Назарларыңызда жүректің ырғақтылығының 4 түрі берілген. Қалыпты жүректің жиырылу жиілігі, жылдам жүректің жиырылу жиілігі, баяу жүректің жиырылу жиілігі және де қалыптан тыс жүректің жиырылу жиілігі. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабақты меңгерсек, мынадай тапсырмаларды орындайық. Суретте 1 мен 7 сандарының аралығында көрсетілген жүректің өткізгіш жүйесінің бөліктерін атаңдар. Синусты түйін, атриовентикулярлы түйін, гиш шоғыры, гиш шоғырының сол жақ аяқшасы, гиш шоғырының оң жақ аяқшасы. Гиш шоғырының сол жақ аяқшасының артқы тармақтары және де гиш шоғырының сол жақ аяқшасының алдыңғы тармақтары. Келесі тапсырма. Сөйлемдерді толықтырыңыз. Электрокардиограмма бұл. Электрокардиограмма мынадай элементтерден тұрады. Жүрек автоматиясының жұмысы неден тұрады? Электрокардиограмма бұл жүректің электрлік белсенділігін жазып алу. Электрокардиограмма тізше, интервал, сегмент элементтерінен тұрады. Жүрек автоматиясының жұмысы жүрекшелер мен қарыншалардың жиырылуы, жүрекшелер мен қарыншалардың босаңсуынан тұрады. Келесі тапсырма. True-false әдісі бойынша берілген мәліметтердің қайсысы шындық, қайсысы жалған екендігін анықтаңыз. П тішесі жүрекшенің жиырылуын білдіреді. Кардиограмманы электродтар көмегімен тіркейді. Электрокардиограммада мынадай тішелер бар. П, Q, N, S, Т тішелері. Жүректің жиырылу қажеттігіне белгі беретін электр импульсы гиш шоғында туындайды. Атриовентикулярлық түйін оң жүрекше эндокардының астында орналасқан. Осы берілген мәліметтердің ішінде қайсы шындық, қайсы жалған екендігін анықтай қойыңыздар. Жауабы П тішесі жүрекшенің жиырылуын білдіреді. True, яғни бұл ақпарат дұрыс. Кардиограмманы электродтар көмегімен тіркейді. True, бұл мәліметте шындыққа жанасады. Электрокардиограммада мынадай тішелер бар. П, Q, N, S, Т. False, яғни бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Өйткені электрокардиограммада N тішесі болмайды. Жүректің жиырылу қажеттігіне белгі беретін электр импульсы гиш шоғында туындайды. False, яғни бұл ақпарат дұрыс емес. Өйткені жүректің жиырылу қажеттігіне белгі беретін электр импульсы синатриалдық түйінде туындайды. Келесі, атриовентикулярлық түйін оң жүрекше эндокардының астында орналасқан. True. Бұл мәліметтің жауабы дұрыс. Олай болса, оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.